Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз өзіміздің қазақтың ұлттық тағамы әсіп әзірлейміз. Әсіпті мен қойдың өкпесінен дайындаймын. Қойдың өкпесін қуырдаққа қосса болады және осылай әсіп жасаймын. Арасындағы өкпенің арасындағы мынандай ірілеу ұнамайды да трубочкалар болады, олар еш нәрсе қылмайды, мынандай ірілерін алып тастаймыз. Мына жерде бәрі соның бездері, өңештері, соның бәрін қосып алып тастадық. Өкпені саламыз, мысалы, бұл жерде мен ойлаймын да, бұны самый главный, ең басты не? Ысырап болмасын деп. Өкпені осы әсіпке салынсақ қана жеңіп кетеді. Басқа нәрсеге салса, мен өзім де жемеймін. Қуырдаққа қосылған өкпені, мысалы, бәрін жеп қоямыз, ақырында өкпе қалады, ешкім жемейді, сонымен тасталынады. Сондықтан әрқашан әсіпке қосамын. Әсіпке қосылса жеңіп кетеді. Әсіпті бауырдан да жасаса болады, бірақ бауырды басқа көп нәрсеге қолданса болады. Бауыр әдемі жейінеді. Сондықтан мен қой сойған кезде әсіпке бауырды емес, оның үстіне бауырда қап-қара болып кетеді. Сондықтан әсіпке осы өкпені қосып жібереміз. Бізге керегі өкпе қосамыз. Жүректі де қосып жіберемін. Жүректен де әр нәрсе жасауға болады, бірақ бүгін осы әсіпке жүректі қосайын дедім. Және кішкене кәдімгі фарш, барлық өлшемдерін жазамын. Сәбіз керек бір үлкендеу. Осындай 3 бас чеснок, 2 болгар бұрышы, екеуі де қызыл болсын, жасыл болсын, бәрі бір. Және де біз қосамыз пиязымды пиязымызды қосамыз. Керек емес, нан тастаймыз. Енді осы айтылған заттардың бәрін фарш өткізіп қойған, осының қасына қазір мыналардың бәрін мясорубкадан өткіземіз. Ол мясорубканы дырылдатып өткізген түсірмей-ақ қойын. Айта кетейін, мясорубкадан өкпемен бауырды 2 қайтара өткіземіз. Сол кезде әдемі таза піседі. Мінеке қыздар, бәрін мясорубкадан өткіздім. Мына жерде өкпеміз, 2 қайтара өткізгесін осылай майда болып тұр. Жүрек, ет кәдімгі, менде сиырдың фаршы, қойдың фаршы, сиырдың фаршы, ол не емес. Пиязы, сәбізі, болгар бұрышы, арасында чесногы бар. Енді осыған біз күріш қосамыз. Күріш шала піскен болу керек, болмаса осылай тірідей піскен, палауға піскен сақ. Мен алдында гарнирға пісірген мына күрішті. Уже дайын күрішті, бұл бірағанда езіліп піспеген, тірідей піскен күріш. Осы күрішті қосамыз. Шикі күріш қосуға болмайды, мөлшерін білмей қаламыз. Ол одан кейін бөккеннен бір жерлері кәдімгідей шикі күріш салса, біраз күріш бір жерге жиналып, кейін әсіпті кескен кезде әппақ күріш болып түсуі мүмкін. Оның үстіне мөлшерін дұрыс салмай, бүйеншекті жарып жіберуі мүмкін, ішіне сыймай. Өскен, салдық. Енді дәміне қарай тұз қосамыз. Мен бір 2 ас қасықтай салдым. Шай қасықтай. Көз мөлшермен тұз. Қазір дәмін көреміз. Араластырып, арасында дәмін көреміз. Осылай толтырмай, 1 қасықтай қара бұрыш. Кішкенесін ап қалайын, көп болып кетеді. Сосын толтырып, осындай горкысымен паприка. Паприканы мен басқа видеоларымда постоянно айтам, паприка весовой алдыңыздар, пакетикте. Паприканың дәмін жүрмес енді. Бұл өзінің суы жеткілікті, су қосудың қажеті жоқ, осыны араластырамыз жақсылап. Кейкі болғанша. Енді қыздар мені жақсылап араластырып, прям сочный, күшті болып тұр енді. Жақсы көрім әсіпті. Енді осыны бүйеншектің ішіне салып шығамыз. Мінеке алдыңғы видеоларда көрген шығарсыздар. Осындай қара іншек тазалауда, әсіпті де тазалауды көрсеткен.
қолда өсіп тұрады, лыпылдап түсіп кетпейтін, саусақта ілініп. Алдыңғы видеоларды көрсеңіз түсінесіз. Енді осының ішіне мынаның бәрін тығып шығамыз. Екі адам болса жақсы. Мен негізі өмірімде бір колечко аламын деймін да, бар ғой кондитерский колечкалар. Сондай колечко тығып қойып, ішіне сала берсе ыңғайлы да, соны аламын деймін да, постоянно құнттамаймын. Енді сәл қиналып, өстіп салып шығамыз. Осы әсіп сағанға, соны әсіп жасаған сайын есіме түседі да, бірақ сол кондитерский магазинге барып тұрам да, ұмытып кетем. Не екен? Осылай қазір бәрін салып шығайық, ары қарай жалғастырамыз. Қыздар, мінекей, енді сіздерге осы жерде бір нәрсені түсіндіре кетейін. Бүйеншектің тура ортасында осындай бір тесігі болады. Мына жерде бағана бүйеншек тазалаған кезде мына жердің шегін жұлып алғанбыз, өзінше соны осы жерін байлаймыз. Ана жерден әйтпесе, оның ішіне салған фарштарымыздың бәрі ағып кетуі мүмкін. Ағып кетуі мүмкін емес, ағып кетеді. Бір әсібіміз дайын. Енді дәл осы әдіспен екінші немізді толтырып шығамыз ішіне. Мінекей қыздар, әсіпті жасап, не қойдым? Нығыздап салудың қажеті жоқ, осылай бос тұру керек. Шек жарылып кетуі мүмкін, нығыздап ішіне салса. Кәдімгі әсіптің өзінің формасын алады, ішіне аз салып бет жалпайып қалмасын, нормально. Ішінде бірақ бет бос тұру керек. Енді осыны кәдімгі қайнаған, тұздалған суға қайнатып аламыз. Әсіпті алып, мысалы, алдын ала суды қайнатып қойып, ыстық суға салып жібермеңіздер. Сол күйі жарылады. Кәдімгі үстіне салқын су құйып, отқа қоямыз. Мінекей қыздар, отқа қойдық. Осыны енді дәміне қарай тұздаймыз. Анау әсіптің өзінің тұзын бәрі шығып кетіп, немасын деп. Кәдімгі ішіне аш шықмай, өзінің несін суына қарай тұзын саласыз. Сосын бір осындай кішкене лимонды, яқты қағазға кетті. Осыны саламыз. Сосын лавр жапырағын. Бір екі лавр жапырағын саласыламыз. Болды. Қазір қайнағасын көбі онша көп шықпайды, сәл ғана, сонды көбі кішкене аламыз. Сосын тағы да көрсетем ғой. В общем, бұрқ етіп қайнаған кезде алып зубочисткамен ба, инемен ба әр жерінен тесіп, әсіптің ауасын шығарып тастаймыз. Сол моментті не упустите. Бұрқылдап қайнап қойса, ұзағырақ. Оны теспесеңіз, ұмытып кетсеңіз, жарылып кетеді. Сол уақыт келген кезде көрсетем. Неге қыздар қайнады. Анандай бір шек қайнап атқан сияқты, сондай бір вообще еш шықпайды. Лавровый листпен лимон бәрін сбивать етіп тастайды. Менде зубочистка бітіп қапты, қыздар, ренжімеңіздер. Инемен тесіп жатырмын. Қазір жарылып кете ма деп қорқып жатырмын да, көбігін сосын аламын. Бірінші тесіп алайын. Көрініп тұрмас сіздерге, андай ішіне су ағып, көрдіңіздер ма, фонтан құсып. Міне. Осы суын бәрін шығаруымыз керек. Көбігі араласып кеткені дымда емес. Бізге бұның сорпасы керек емес. Тек әсіпті пісіріп алатын су сорпасын төгіп тастаймыз. Қолданысқа жарамсыз. Болды, көбігін алып, не қылдым, енді қазір бір бұрқ етіп қайнағасын аламыз да, қақпағын жауып, астын жай басып қойып, 1 сағаттай қайнатамыз. Мінекей қыздар, әсіп дайын болды, пісті, жарылмай, әдемі түсті. Қазір қараңыздар.
болды. Сорпасын төкіп тастадым. Мінекей қыздар, әсібіміз дайын болды. Мынау инемен әр жерін тескеннен кейін көбігі шығады да, бір сырты былғанған кішкене. Ол сыртын салфеткамен сүртіп аламыз жақсылап. Енді осы әсіпті кәдімгі етоход жасаған кезде сол табаққа жасасаңыз болады. Соны табақтың бетіне қойсаңыз етпен бірге болады. Осылай ыстықтай жіберсеңіз де болады, және ассортиға тураса болады. Ассортиға турау үшін осылай алдын ала пісіріп, салқындатып, демалдырып барып кесу керек. Сол кезде әдемі болып кесіледі. Оны қазір уже түн болды, мен түнімен қоям, ертең кесіп көрсетемін. Енді қыздар, сіздерге бір пайдалы видео болсын. Мысалы, осы әсіп жасаған кезде осылай фарш қап қалуы мүмкін. Менің бүйеншектің размері әртүрлі болады, кішілеу болады, кішкентай болады. Менің жағдайымдағыдай, мысалы, бір шеті тесіліп қалады. Сол фарш ішіне симай қалады, сосын осылай кішкене фарш қалады. Бұл фарш қайда қолданамыз? Бұны кәдімгі не бар ғой, қарын бар ғой, қойдың қарны, соның кіші қарнына салып, тігіп пісірсе де өте дәмді болады. Екі қарын болады, дәу қарны және кіші қарны болады ғой. Соның ішіне салып пісірсе де болады, күшті болды. Оны енді кәдімгі етауқаттың бетіне салатты, олай пісірілген әсіпті. Келесіде бір видеода обязательно келесі қой сойғанда сондай рецептті көрсететін боламын. Ал қазір енді бізде ол қарынды мен уже жаратып жібердім. Бүйеншегім жоқ басқа, бұл фарш не істейміз. Бұдан кішкене котлетиктер жасаймыз. Қонақ шақырып атсаңыз, ассортидің қасына қойып жібересіз. Тағы тауықтың қасына қойып жібересіз. Дастарханға былай жаратып жіберуге болады. Ол үшін біз маған бір жұмыртқа саламыз. Мысалы, осы бір көлемі. Мынау пісірген кезде шашырап кетпейтін. Сосын бір жұмыртқа салдық, енді осылай бір қасық ұн саламыз. Осыны жақсылап араластырамыз. Тұз ішіне қоспай қоямыз, өзінің тұзы жеткілікті. Болды. Енді өзіңізге керек размерде шетінен аламыз да, майда қуырып ала береміз. Өстіп салымыз да аккуратно енді формасын келтіреміз осы қасықпен. Асықпаймыз. Асты қызарып бастап, негізі ерте қызарып бастады. Тағы да кішкене жайылаймыз. Осылай бетін жақпай-ақ қойыңыздар. Жұп-жұқа котлеттер ғой, пісіп үлгереді. Просто жай оттап тұрса болғаны. Мынау беті примерно бір 8 минуттай қуырылды. Аударып көреміз. Очень бас аяғы 20 минут кетті ғой. Мына жағына 10 минут, мына жағына 10 минут. Мінекей қыздар, қараңыздар. Іші таза пісті, әдемі болып, күріші бар. Енді дәмі вообще өзгеше. Бір керемет. Мынандай котлетті балықтың қасына қойса да болады негізі. Тауықтың қасына да қойса болады. Мүсін ассортиға да қойса да болады. Мынаны жеген адам неден жасағанын білмей отырады. Секретный рецепттарыңыздың бірі болады.